Так, саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін сабақтың тақырыбы цилиндр тақырыбы. Енді цилиндр бізде геометрияның кеңістік бөліміндегі кезекті бір фигурамыз. Енді ол цилиндрге дұрыстап толығырақ анықтама беретін болсақ, цилиндр дегеніміз кез келген мынандай бір тіктөртбұрыш беріледі. Соның бір қабырғасын қатырып, сол қабырғасы арқылы айналдырғанда мына тіктөртбұрышымыз мынандай бір фигура жасады екен. Айналдырғанда сол фигураны бізде не деп атайды екен? Цилиндр деп атайды екен. Мынау тіктөртбұрыштың біз білесіздер ғой, екі өлшемі бар. Мысалы, мына қабырғасын А, мына қабырғасын Б деп алсаңыздар, мынау жаңағы А қабырғамыз. А қабырғаларың, осы қабырғаларың бұл табаны қандай фигура болады? Айналдырғанда шеңбер болады. Осы А қабырғасы табанының несіне тең болады? Радиусына тең болады екен. Түсінікті ғой? Сонда бұл не? Табан радиус. Енді келесі, мынау Б қабырғасын көріп тұрсыздар, Б қабырғасы. Бұл Б қабырғасы биіктігі. Яғни цилиндрдің несі? Биіктігі. Түсінікті ма? Енді қараңыз, тағы бір басқа түсті алайық. Мынау және мына нүктелеріміз табандардың центрлары болады. О1 нүктелері деп алайық. Ал осы О1 нүктесі мынау көріп тұрсыздар, қосып тұрған кесіндіні. Яғни осы О1 кесіндісі бізде цилиндрдің өсі. Цилиндрдің несі? Өсі. Қазір енді тағы бір нәрсе, цилиндрде биіктікте жасаушы да бір-біріне тең болады. Сонда біз бағана айтып отқан мына бір қабырғамыз бар, мына қабырға. Сол биіктікті де нене де бере береді, жасаушыны да бере береді. Шатастырып алмаңыздар, конустың биіктігі басқа, жасаушысы басқа болады да. Цилиндрде биіктігі десе де, жасаушысы десе де екеуі бір нәрсе екен. Түсінікті ғой? Енді қайтадан өзіміз дұрыстап бір конуссыз болайық қолымызбен. Цилиндрдің сызылды көргендеріңіздей. Енді кеңістіктегі фигураларда міндетті түрде үш түрлі аудан сұрайды, сіздерде көлем сұрайды. Енді оларды жазып шығайық. Бірінші ST деген бұл табанның ауданы. Екіншісі бүйір беті, яғни бүйір бетінің ауданы. STB толық бетінің ауданы. Және V көлем. Қазір соны дұрыстап жазып берем. Енді қараңыз. Бірінші табанның ауданы деп тұр екен, S табан. Табанның ауданын табан сіздерге көрініп тұрмын асты. Қандай фигура? Табаны шеңбер. Сонда бізге главный нені білсек болды? Шеңбердің радиусын білсек болды.
ары қарай табанның ауданы сол шеңбердің ауданына не бола салады? Тең бола салады екен. R. Сонда мынау табанның ауданы сыз қойған бөлігінің ауданы. Формуласы пи r-дің квадраты. Пи көбейтілген r-дің квадраты. Түсінікті ғой? Келесі бүйір беті. Бүйір беті. Енді бүйір бетіне қазір сіздерге формула жазып бермей, сіздерге формулалар қаяқтан келіп отырғанын түсіндіргім келіп тұр. Сондықтан біз мына цилиндрымызды бүйір беті деген мынау айналасы ғой, жан-жағының айналаларда. Осы цилиндрді мен бүйтейін. Белгілі бір цилиндр берілсін. Мына жаққа тағы салайын. Цилиндр беріледі ғой. Осы цилиндрді біз не істейміз? Мына бір жерінен алайын да кесейін. Кесіп жатырмын, иә? Сол кезде қандай фигура пайда болады? Менде қандай фигура пайда болады? Тік төртбұрыш пайда болады екен. Тік төртбұрыш пайда болады. Енді қараңыз. Тік төртбұрыш пайда болады. Сонда мен осы тік төртбұрыштың ауданын тапсам, менде мына цилиндрдің бүйір бетінің несі табылады? Бүйір бетінің ауданы табылады. Алды, арты бәрі ғой енді бүйір беті. Осы мынау ашқан кезде мына цилиндр несі болып тұр? Бүйір беті болып тұр. Түсінікті ғой? Енді осы жердің маған несін табу керек? Ауданын табу керек. Қаяқтан шығып жатқанын көрсетейін деп отырмын сіздерге, бүйір бетінің ауданы. Қараңыз. Ең алдымен менде мына жерін биіктік емес пе де, аш цилиндрді. Оны мына қабырғамыздың, яғни мына тік төртбұрышымыздың мына қабырғасы да неге тең болады? Ашқа тең болады. Ал мынау қабырға менде мына жақтікі берексіз ғой, мына жақтікі. Бұл жер менде мына цилиндрді ашқан кезде мына шеңберіңіз ашылады ғой сіздің. Осы шеңбер бүйтіп кесіп жаңа ашамыз деп айттым ғой, кесіп ашып атсаңыз жазбасы не болып тұр? Осындай тік төртбұрыш болды. Мына жағы аш еді, мына жерде аш болды. Ал мынау сұрақ беріліп тұрған жердің ұзындығы, мынау шеңбердің ұзындығына не болады екен? Тең болады екен. Түсінікті ма? Сонда шеңбердің ұзындығын біз білеміз ғой формуласын. Радиусы r-ға тең болатын шеңбердің ұзындығы 2 пи r. Сонда 2 пи r. Сонда осы жерден менде бүйір бетінің ауданы шығады. Анықтап алдық. Ауданы деген тік төртбұрыш еді ғой, енді тік төртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен ненің бір-біріне не істейді? Көбейтеді. Сонда 2 пи r-ге нені көбейтеді екен мен бүйір бетін табу үшін? Ашты. Сонда бүйір бетінің ауданы 2 пи r h болады екен. Түсінікті ғой? Ал толық беті десе, ол толық беті деген түсінікті. Мына цилиндрде не көріп тұрсыз? Астындағы табаны бар, бетіндегі табаны бар, үстіңгі табаны. Одан соңында жаңа бүйір беті бар, айнала. Соның барлығының аудандарын қосасыз. Оның формуласы 2 пи r жақша ішінде r плюс h болады екен. Түсінікті ма? Ал көлемі десе пи r квадрат, яғни табанның ауданына көбейтесіз несін? Биіктігін. Сонда осылай шығады екен. Енді сонда мынау st деген табан ауданы болды. Цилиндрдің табанының ауданы. Так, bb деген не болды? Бүйір бетінің ауданы. тб деген толық бетінің ауданы. Сонда stb дегеніміз толық бетінің несі? Ауданы. Түсінікті ғой? Енді қараңыз. Ауданы. Енді қараңыз. Мынау пи r квадрат көбейту h. В тең пи r квадрат көбейту h. В дегеніміз бізде ненің формуласы еді? Көлемі. Сонда В деген не екенінде? Көлемі. Енді цилиндрді тағы бір айта кетеріңіз не бар?
не бар? Bizde onun өстік қимасы бар. Цилиндр берілсе, onun bizde nesi var? Өстік қимасы бар. Қазір оның формуласын жазып кетеміз. Мінекей қазір цилиндріміз құрып алдық. Енді өстік қиманы жазайық. Өстік қимасы. Өстік қима деген ол цилиндрдің центрлері, яғни табандарының центрлері арқылы қиып өтетін, немесе цилиндрдің өсі арқылы қиып өтетін қиманы біз не деп атайды екенбіз? Өстік қима екен. Сызып жатырмын. Соны біз не деп атайды екенбіз? Өстік қима деп атайды екенбіз. Түсінікті ғой? Бұлай түседі мінекей. Енді ортасынан қазып, өстік қима деген осы цилиндрдің немесе өсі арқылы, немесе табандарының центрі арқылы қиып өтетін жазықтық деп қарастырсаңыз да болады. Енді қараңыз осы жерден. Мынау сызылған жер мынау. Мынау сызылған жеріміз міне. Жер қара болуы тиіс. Тіктөртбұрыш пайда болды, көрдіңіздер ме? Осы жердің ауданы мына жер тіктөртбұрыш қиып өтетін цилиндр жартысынан тіктөртбұрыш пайда болды. Осы өстік қима. Және осы өстік қиманың несі болады? Ауданы болады. С, О, Қ деп қойдым. Яғни өстік қиманың ауданы. Қараңызшы, мына жер егер цилиндрдің биіктігі h болса, мынау тұрған жерімізде h болады. Қазір жазым. Мына қабырғасы, мына қабырғаны көп дұрыстар қойып, мына қабырға. Бұл жерде не болады? H болады. Ал мына қабырғаның ұзындығы радиус r-ге тең шеңбер болатын болса, бұл қабырғаның ұзындығы диаметрге тең, немесе 2r, яғни 2 радиусқа тең. Енді мына өстік қимасы тіктөртбұрыш шықты, көріп тұрсыздар. Сонда оның ауданы десе 2r көбейту h. Сонда міне өстік қиманың ауданы осы болады екен. Түсінікті ме? Сіздерде сұрақ бар ма? Осыны жазып алыңыздар. Қазір есепті шығарып көретін боламыз.